Саламатсыздар ма балалар? Сауат ашу пәнінен сабағымызды бастаймыз. Бүгін біз е дыбысы және әрпімен танысамыз. Балалар, ти десем тимейді, тиме десем тиеді. Бұл не? Ойланып көрейік. Иә, дұрыс айтасыңдар, бұл ерін. Балалар, ерін сөзінің басында қандай дыбысты естіп тұрсыңдар? Жарайсыңдар, е дыбысын естіп тұрмыз. Балалар, қанеки бәріміз бірге е деп айтып көрейікші. Е. Е дыбысы созылып еш кедергіге ұшырамай айтылып тұр. Демек, е дыбысы дауысты дыбыс. Сонымен қатар жіңішке дыбыс. Балалар, е дыбысының таңбасы осындай болады. Бас әріпі және кішкентай әріпі. Ал енді балалар, е дыбысынан келетін сөздерді айтайық. Ерін, егін, емен, елік, есік, етік. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, ерін сөзі неше буыннан тұрады? Айтып көріңдерші. Ерін екі буыннан тұрады. Себебі балалар, сөзде неше дауысты дыбыс болса, сөз сонша буынға бөлінеді. Ал мұнда нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Ешкі сөзіне дыбыстық талдау жасайықшы. Ешкі екі буыннан тұрады. Бірінші буында е дауысты дыбыс, екінші буында дауысты дыбыс. Ендеше балалар, 69-шы беттегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мен атам мен әжеме кім боламын? Суреттегілердің алғашқы әріптерінен жауабын табамыз. Балалар, бірінші суретте нені көріп тұрсыңдар? Нан. Нан сөзінің басында қандай дыбысты естіп тұрсыңдар? Н. Жарайсыңдар. Келесі суретте нені көріп тұрмыз? Екі саны. Жақсы. Екі саны қандай дыбыстан басталады? Е. Жарайсыңдар балалар. Келесі суретте нені көріп тұрмыз? Мысық. Мысық сөзінің басында қандай дыбысты естіп тұрсыңдар? М. Жарайсыңдар балалар. Келесі қандай санды көріп тұрмыз? Екі. Екі саны қандай дыбыстан басталады? Е. Жарайсыңдар. Келесі суретте нені көріп тұрмыз? Раушан. Раушан сөзінің басында қандай дыбысты естіп тұрсыңдар? Р. Жарайсыңдар. Келесі қандай санды көріп тұрмыз? Екі. Екі саны қандай дыбыстан басталады? Е. Ал енді балалар, бізде қандай сөз шықты? Немере. Жарайсыңдар. Балалар, енді еден келетін сөздерді оқып үйренейік. Ар, ер, мен, емен, ал, ел, сен, сенім, да, де, та, те, не, немере, са, се, ла, ле, ер, ерте, ма, ме, есен, ерлан. Балалар, мұна екі сөз неге бас әріппен жазылған деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыңдар, себебі бұл адамның есімі. Адамның есімі міндетті түрде бас әріппен жазылады. Ал енді балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Сұрақтың жауабын суреттің көмегімен болжа. Не ысыды? Күн ысыды. Не туды? Ай туды. Жарайсыңдар балалар. Біз бүгін енді е дыбысын және әрпімен таныстық. Балалар, айтыңдаршы, дыбыс дегеніміз не? Оны біз естиміз және айтамыз. Ал әріпті көреміз, оқимыз және жазамыз. Балалар, е дыбысы қандай дыбыс? Е дыбысы дауысты дыбыс. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтан нені үйрендік? Е әрпінің жазылуын үйрендік және е дыбысының дауысты жіңішке екенін білдік. Сонымен қатар, е дыбысы сөздің басында, ортасында, соңында кездесетінін түсіндік. Балалар, е дыбысын үйден молырақ қайталап келеміз.